Мен тұрамын, ал қасындағы екінші үйде әпкем Нұрымова Перизат, оның күйеуі Пиржанов Айғазым және кәмелеттік жасқа толмаған 6 баласымен бірге тұрады. Бұрын сотты болған жоқпын, нарколог және психиатр дәрігерлері есебінде тіркеуде тұрмаймын. Іс бойынша айтарым, 03-10-2024 жылы сағат 15:00 шамасында үйде ірі қара мал сойып, етін реттеп, Талғар қаласы Менделеев көшесі номер 13 мекен жайдағы Қамажай дүкенінің қасындағы ет сататын орынға алып келдім. Яғни мұздатқышқа салдым. Сол кезде сағат 19:00-19:30 шамасы болатын. Сол уақытта маған әкем Нұрымов Полат Гайпаевич хабарласып, үйге қауын алып келші деді. Біз Шерзат екеуміз дүкеннің ішін реттестіріп болдық. Сағат 20:00 шамасы болатын. Шерзат күндізден бастап менің қасында бірге мал сойысып көмектесіп жүрді. Содан кейін Шерзатқа үйге қайтайық дедім. Ол маған, Нұрғанат аға, сіз үйге қайта беріңіз, мен дүкенді реттеп тазалап болып артыңыздан барамын деді. Мен үйге жалғыз қайттым, яғни өзімнің Honda Odyssey маркалы мемлекеттік нөмірі А550 БАЮ автокөлікпен қайттым. Жолдан қауын алдым. Кешкі сағат 21:30 шамасында шай тамағымды ішіп жатып қалдым. Ұйықтап жатқан кезде түнгі сағат 23:00-23:30 шамасында жеңгем Гүлбара келіп, мені оятып, Нұрғанат Қаржау звондап жатыр деп айтты және маған телефонды берді. Мен жеңімнің телефонымен Қаржаубаймен сөйлестім. Ол срочно магазинге келші деп айтты. Мен ұйқылы ояулы Шерзатқа звондадым. Себебі Қаржаубай Шерзат біреумен төбелесіп қалды деп айтқан. Шерзатпен сөйлескен кезде не болды деп сұрадым. Ол маған, Нұрғанат аға, біреумен ерегесіп қалдым, ұрып жібердім, срочно келіңші деп айтты. Мен әкемнің Ravon R3 маркалы мемлекеттік нөмірі 381 сериясын білмеймін, автокөлігін басқарып Қамажай дүкеніне жалғыз бардым. Дүкеннің алдына келген кезде бір жігіт жүрді, шапка киіп алған, ол Дархан деген жігіт екен, ол Шерзатпен ерегесіп тұрды. Мен Шерзаттан не болды деп сұрадым. Шерзаттың айтуы бойынша магазинге зарядка алуға келіп едім, Дархан деген жігіт әкесіне дөрекі сөйлеген екен. Шерзат оны көріп тұрыпты, сосын ақырын зарядкасын алып дүкеннен шыққан, содан кейін Дархан да дүкеннен шыққан. Сыртта сырасын ішіп тұрған. Шерзат оның қасына келіп, аға кетпейсіз ба, әкемен неге дөрекі сөйлеп жатырсыз деп жай сұраған. Сол кезде Дархан дөрекі жауап берген, шешесіне тіл тигізіп балағаттаған. Сол үшін Шерзат оны шыдамай ұрып жіберген екен. Әрі қарай мен жағдайды түсіндім. Одан кейін Дарханға жақындап, не болды бауырым, не керек, қалай шешейік жігітше дедім. Ол маған андай қыламын, мындай қыламын деп сөзге келмеді. Мен оған ертең сау күйде сөйлесейік дедім. Ол сөзге келмей телефонын алып Нұрболға звондады. Нұрболды бұрын бір ауыл болғандықтан көшеде орталықта көргенмін. Шамамен 2-3 минутта Нұрбол деген жігіт гольф маркалы автокөлікпен келді. Олар екеу болып келді. Автокөлікті бір бала басқарып отырды, атын білмеймін. Нұрбол автокөліктен түсіп, мен хуторскиймін, мені танисың ба деген сияқты әңгіме болды. Мен оған 94-пін, Нұрғанат деген мен боламын, осы Азат ауылында тұрамын дедім. Сосын Нұрболмен адам сияқты сөйлесеміз, ішіп алған әңгіме ертең сөйлесейік дедік. Мен Нұрболға не керек, ақша десең ақша берейік, не болса да ертең шешейік күндіз, мен осы жерде боламын дедім. Сол кезде Нұрбол не жағдай болған сұрай бастады. Мен оған Шерзат Дарханды ұрып жібергенін түсіндірдім, бірақ маған Нұрбол балағаттап боқтап бастады. Яғни сен не правсың деп, мен оған сабырға келейік деп түсіндірдім. Дүкеннен Қаржабай шықты, ол Нұрболға чек көрсетті, төлем түспеген туралы. Негізі Дархан Қаржабайға өтірік чек көрсеткен екен, содан дөрекі әңгіме болған екен. Нұрбол менімен ерегесіп агрессиямен сөйлесті. Мен барынша сабырлық сақтап тұрдым. Сол жерде Нұрбол мен өзім төлеймін деп дүкенге кіріп Каспимен өзі төлем жасады. Содан кейін мен Нұрболға ертең кел, ертең сөйлесеміз дедім. Сол жерде Нұрбол жарайды деп қол алысып кетеді. Яғни Дархан жүргізуші үшеуі гольф автокөлікке отырып кетті. Мен Қаржаубай, Шерзат үшеуміз дүкенге кіреміз. Қаржаубай кассаны есептеп жатқан кезде мен өзімнің астымдағы әкемнің Ravon R3 маркалы автокөліктің кілтін Шерзатқа беріп, үйге қайт дедім. Шерзат сол уақытта сыртқа шықты. Осы кезде гольфпен жаңағы Дархан, Нұрбол және жүргізуші жігіт қайта келді. Олар келген соң қайттан жанжал пайда болады. Нұрбол мен Қаржабай екеуі дүкенге кіріп кетті. Шерзат сыртта тұрды. Осы кезде Дарханмен сөйлестім, ал жүргізуші жігіт менің қасыма келді. Ол маған, братан, не болып қалды деп, мен Дарханға не керек, ақша десең ақша берейік, ұрам десең мен ұр, бауырымда не бар, ол 16 жаста кішкентай ғой, ақмақтық жасап қойыпты дедім. Ал Дархан болса, ол менің бетімді жыртып тастады деп, сол бойы әңгіме айтып тұрды. Сол жерде мен ортадағы үшінші жүргізуші жігітке түсіндіріп айттым. Оған мыналарды алда қайт дедім. Ол жігіт жай тыңдап тұрды. Осы уақытта дүкеннің ішінен Қаржабай мен Нұрбол екеуі жанжалдасып ерегесіп шықты. Мен не болып қалды деп қарап тұрып қалдым. Сол уақытта Қаржабай мен Нұрболдың арасында Шерзат арашалап тұрды. Сол кезде Қаржабай мынаның қолында пышақ бар деп айтты. Мен қайсысының қолында пышақ бар екен деп түсінбей тұрдым. Сөйтсем, Қаржабайдың айтуы бойынша дүкеннің ішінде Нұрбол оған пышақ көрсеткен екен.
Сонымен мен ақырындап Нұрболды шақырып, оған бауырым не болып жатыр, шешейік, шешілетін жағдай ғой, ақша десең ақша берейік, дастархан жасап берейік, бауырым үшін жеке кешірім сұрайым деп, одан кешірім сұрадым. Солай сөйлесіп тұрған кезде Нұрбол балаларына звондады. Ең бірінші Чика дегенге звондады. Содан кейін Нұрқиясқа звондады. Тоқтамай звондай берді. Мен сол кезде осы жерде төбелес болатынын түсіндім. Сол себепті Шерзатқа үйге қайт, аман есен қайт дедім. Шерзат жаңағы әкемнің Ravon R3 маркалы автокөлігін басқарып, үйге қайтып кетті. Ол автокөлікке отырып кетіп қалған мен өзім көрдім. Ол шынданып менің айтқанымды тыңдап үйге қайтып кетті. Мен дүкеннің алдында қалдым. Содан кейін мен Нұрболмен қайттан сөйлестім. Оған мынаны ушықтырмай-ақ қояйық, бәрін істеп беремін дедім. Сол кезде Нұрбол бауырым кешірім сұрап тұрсын ғой деп сол жерде тоқтады. Осылай сөйлесіп тұрған кезде Hyundai Accent маркалы қызғылт түсті автокөлік келіп тоқтады. Соның артынан Mercedes Caban маркалы қара түсті автокөлік келіп тоқтады. Сол автокөліктен басқа жігіттер түсіп бастады. Hyundai Accent'тен 4 не 3 бала түсті. Mercedes автокөлігінен Абзал, Нұрқияс, Шыңғыс, тағы бір бала және 2 қыз шықты. Маған бірінші болып Нұрқияс келеді. Барлығы амандасты. Одан кейін мен дүкеннің алдына қарай жылжыдым. Сол кезде Чика деген, яғни акцент түскен жігіт менімен амандасты. Мен оған сенің түрің таныс қой дедім. Ол менің бетіме қарап, мен шалмын ғой деді. Мен оған ары кетсе 30-да шығарсың дедім. Ол күлді, магазинге қарай кетті және дүкеннің есігін ашып, артындағы жігіттерге делайте деп айтты. Өзі ішке қарай кіріп кетті. Сол уақытта барлығы маған қарай келе жатты. Жаныма қарасам, дүкеннің бұрышында Нұрқияс сол жерде Ахмет деген баланы жұдырықпен ұрды. Бала есеңгіреп, бетонға басы тиіп, гүрс етіп құлады. Талып қалды. Абзал оның жағасынан ұстап көтеріп тұр екен. Мен сразу ортаға түсіп, Абзалдың қолынан Ахметтің жұлып алып, оған бала ғой не үшін ұрып жатсың деп айттым. Және Ахметке қаш деп оны жібердім. Ол дүкеннің арғы жағындағы жолға қарай қашып шығып кетті. Бір кезде ана жігіттер маған қарай атыла бастады. Нұрқияс мені қолмен ұрды. Мен оның соққысын өткізіп жіберіп, оған жауап беремін, яғни өзін ұрып жібердім. Соққым Нұрқиястың көкірегіне тиді. Іштен ағам Қаржаубай іштен шыға алмай тұрады. Есікті бір қыз жібермей тұрған екен. Аяғымен есікті тіреп тұрған. Бір қыз машина жақтап болды, Мерседестің қасында. Сол кезде пышақ шығып бастады. Яғни Mercedes маркалы автокөліктен келген қыздың біреуі автокөліктен пышақтар алып беріп тұрды. Бірінші Нұрқиястың қолына келді. Мен оларға, жігіттер бір-бірімізге не қылмай нормально шешейік, болды жігіттер қойындаршы деп айттым. Себебі пышақ көрген соң қорықтым. Нұрқияс маған 2 мәрте пышақты сермеді, өткізіп жібердім. Бір рет жағынан ұрдым, Нұрқияс құлады алдыма. Сол кезде артында тұрған Абзал маған да атылып келе жатқан. Осы уақытта Шерзат қайдан пайда болғанын білмеймін. Ол Абзалды ұрады. Абзал ары қарай шегінеді. Мен дүкеннің бұрышында тұрғанмын. Сол сәтте маған қалған жігіттер, яғни 10 шақты бала жүгірді. Мен артқа қарай шегініп, сол кезде Шерзат мені құшақтап тартып, қашайықшы Нұрбол атаға деп айтты. Мен Шерзатқа сен қаша бер ақырындап, мен амалдаймын сол жерде деп, мені құшақтап тұрған Шерзаттың қолынан аштым. Сол кезде төбелес басталды. Мен барынша олармен алыстым. Алысып жатқан кезде 10-15 метр жерде жүгіріп бара жатып Шерзат айғалады. Нұрған атаға мыналар маған бірдеңе тығып алды деп 3 рет айғайлады. Мен сол жігіттерден қашып жүгіріп барып Шерзатты құшақтадым. Кофтасын көтеріп қарадым. Сол кезде сол жақ арқа тұсынан пышақ кіргенін көрдім. Пневмоторакс болмас үшін жарақатты алақанмен жаптым. Сол жерде айғайлап, жігіттер тоқтаңдаршы, скорый шақырыңдаршы деп, сол кезде бізге қарай 8 адам келе жатты. Кім болғанын айта алмаймын, қараңғы болды. Шерзатты құшақтап, қойныма тартып, барынша қорғайым деген оймен денемен Шерзатты жаптым. Сол уақытта келген жігіттер бірінші ұрды, тепті, екеуміздің ортамызды аша алмай жатты. Сол сәтте Абзал оң жақ жамбасыма пышақ тықты. Барынша шыдадым. Екінші рет Нұрқияс оң жақ жамбасыма пышақ тықты. Сол сәтте Абзал пышағын шығарып, үшінші рет жамбасымнан пышақ сұқты. Осы кезде басымнан біреу аяқпен тепті. Оң жақ құлақтың артынан қатты бір темір сияқты бірдеңемен ұрды. Мен сол соққыдан есеңгіреп Шерзатты жібердім. Қараған кезде жеңгем Гүлбара